Бірақ төрешінің іс-әрекеті дау-дамай тудырды. Осы кездесуде мұны Нұрғани Бөребаевты алаңнан қуу керек еді дейді, және біздің тағы бір әріптесіміз Қайсар футбол клубының президентінің кеңесшісі Айбек Қабылша видео түсіріпті арнайы. Бұл жерде мынау намерение дейміз ғой, ниет мына жерде өте ауыр ниет мынау енді жарақат алып келіп, мына екінші игроктың да өтіп кеткені қараңыздар. Сонда мына игрокты бұлар жақтырмай тұр ғой, былайша айтқанда. Ниет түзу болмай тұрды оған қарағанда. Сондықтан енді ол эмоция, эпизод, секундта динамикада болып жатқан жағдай. Сондықтан қызыл қағаз. Мына жақта секірді ғой Қайсардың шабуылшысы. Қара, ниетке Ермашу барлығын қарап карточкаларды бере берсек, ол дұрыс емес. Футбол қызыл қағаз беру үшін бұл жерде контакт болу керек. Бұл футболдың заңдылығы, бұл контактный игра. Бұл жерде контакт болды ма? Болды. Жоқ, контакт болған жоқ. Бөребаевтың аяғы алдымен секірмеген кезде ауыр жарақат камерадан көре алмайсың. Келесі камера болса, міне осы жерден қарашы, аяғына тиген жоқ. Тиген жоқ аяғына. Футболда енді этика деген болады ғой. Жоқ, білем. Қайсардың шабуылшысына этикасыз қасақана, бірақ енді Олжас мен де біреудің аяғына келіп қасақана кірмей қалсам, иә? Ол маған карточка бере алмайды, қызыл. Жоқ, бұл жерде хорошо, что тимей қалды. Бұл жерде мысалы да сен айтпысың, тек қана желтый деп тұрсың ғой, мақұл желтый. Осыдан кейін тағы да бір эпизод болады ғой. Сол кезде красный. Вот сонымен мен келсем. Мына жерде желтый жоқ, енді судьялардың тілімен сөйлесек, сондай. Сосын мынандай бір статистика бар да, Оқжетпес жалпы андай бүкіл ойындарын қарасаңдар, мелкий фолдар көп жасайды. Өте фолды көп жасайтын команда Ербол. Бірақ бұл топ 5-те фол жасайтын. Бұл тактика. Топ 5-те. Бірақ сол топ 5-тегі командалар ішінде ең аз сары қағаз алатын команда. Демек, бұлардың ойын стилі сондай, мелкий фол жасайды. Енді мына ойынды толығымен қарасақ, негізі жаңа Бөребаевтың екінші моментінде бұл екінші сары қағаз және қызыл қағаз берілу керек беді. Сол біздің әріптесін Айбектің жан айқайда сол. Егер сол моментте 78 минутта ма Бөребаев қуылып кеткенде Оқжетпес екінші голын соғады, бірінші голын соғар ма еді? Есеп 1-1 болар ма еді деген секілді. Бірақ ойын жағынан қарасақ Оқжетпес жеді енді. Қайсар 23 соққы, 7 створ.